Сәлем достар, дәмі өте керемет болып шығатын әрі жасалуы өте жылдам пицца жасаймыз. Бізге ең алдымен жұқа лаваш және де үккіштен өткізілген моцарелла сыры және де соусына кетчуп пен майонез қолданамыз. Осылай лавашты қойып, үстіне соусын жағып, бетіне сырымызды саламыз. Содан соң дәл осылай 5 қабат қылып жасаймыз. Өзіңіз 3 қабат қылып немесе 4 қабат қылып жасасаңыздар да болады. Және де мен әр қабатына тек қана моцарелла сырын қостым. Сіз өзіңіздің қалауыңызша помидор, болгар бұрышы немесе колбаса қоссаңыздар да болады. Және де ең соңғы бетіне болгар бұрышы мен помидорды, содан соң сырды қосып, тұзын, бұрышын септім. Бетін жауып 1-2 минутқа пісіріп аламыз. Осымен біздің пиццамыз дайын. Дәмі өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жұлдыз. Егер сізге видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!